Үйімізді сатып үй ауыстырған едік. Жақсы, құтты болсын. Келген үйімізде тахажүдке тұра алмай ұйықтап қала беремін. Әлде келген үйіміз жақсы емес па деп Бақара сүресінде ютубтан қойып қоям. Сонда да тұра алмаймын дейді. Бұл деген сөз сенің арманыңа жеттің деген сөз. Үлкен қатты мақсат қойғасың. Өзіңнен жоғары осы үй ауыстыруды тым қатты ойлағасың. Соны ойлағаннан кейін адамда нәпсісі соған тез көнеді. Бір бай кісі жүріп келе жатса, бір кедейді көреді. Бір кедейді көреді, үстіне киімі жыртық екен. Тұрып қарап тұрады да, мен саған жылы киім әкеп беремін дейді. Тоқтай тұрды, үйіне кіріп кетеді, үйіне кірген әйеліне сөйлейді, ұмытып кетеді. Ертеңінде шықса, бағанағы кедей адам өліп қапты қатып. Бірақ қағазда жазып қойыпты қағазда. Мен сені өмір бойы осы жыртық киіммен ақ жүріп едім тоңбай. Бірақ сен жылы киім берем дегенде, жылы киімге мақсат қойғандықтан, мына киім тоңып мені жауратты. Енді өліп қалмасам, көрерміз деп жазған екен де, сонымен өліп қапты бақсы. Сондықтан сіз жаңағы үйге мақсат, үлкен мақсат қойғанда, ана намаздың қадірін түсінбеген адамға мақсат сәл төмен түсіп қалады. Сол кезде оны оқымай қалатын себебі сол. Тұра алмайды. Кішкене нәпсіңізді көтеріңіз. Басыңыз, құлшылығыңызды сәл арттырыңыз дегім келеді.